бұл вирус мүмкін қолдан жасалған да шығар. Самолетпен кезінде таратқан болатын, значит, рас қой сол. Сондай кісілерге ат қойып қойғанбыз. Инфекционный террористер. Иттің майда, шошқаның майда адамды құтқармайды. Қойдың майын керекті кезінде ғана қолданып, одан кейін жуып тастап тұрған дұрыс. Адамнан вирус шыққан кезде ол құрғақ болып барып, мен кренч деп кіріп кетпейді ғой. Ойбай, мына витамин ісең, мынандай болсын. Қазір бәрібір витаминомания ғой. Соткаға кіріп емделмеңіздер. Жаңа айтып жатырсыз, жаңа витамин болсын, биологиялық белсенді қоспа болсын, оны жаңағы себепсіз, мақсатсыз іше беруге болмайды деп айтып жатырсыз ғой. Егер біз дұрыс тамақтанатын болсақ, спортпен айналысып жүрсек, мүлдем ауырмау мүмкін бе? Енді оқыс жағдайды айтпай қояйық, мынандай. Немен келетін? Жоқ, адам былай орысша айтады ғой. Человек рожден не для того, чтобы лежать. Он рожден, чтобы ходить по этой земле. Біз жүрмейміз де ғой. Жүгірмейік түгілі. Тойға барған кезде ғана билейміз әйтеуір. Тойский өлеңдерге дікс-дікс сонымен ақ дейміз, сонымен суық термен киініп аламыз, үйге барып алып қаламыз, болды. Кімменке мен жұқтырған оңбаған деп қарғап сөйлеп отырамыз да. Күнде мысалға өзімізге әдет қылып алсақ, азында ұйқыдан тұрғаннан кейін бірден ауызға тамақты тықпастан бұрын денеңізді жазып, бұлшықеттеріңізді, буындарыңызды босатып, жібітіп, содан кейін барып жаңағы бір стақан су ішіп, отырып, тұрып емес, отырып ішіп, сосын барып 15 минуттей жуынып, шайынып барып, шайыңызды ішсеңіз, сіздің денсаулығыңыз дұрыс болады. Оны мен айтып қалған жоқпын тіпті. Ана енді пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи салам ол кісі айтқан жоқ па, азына тұрған кезде бірінші намаз оқиды адам, солай емес па? Денеңді қыздырып аласың, одан кейін барып отырып суын ішесің. Ғылымда осыны дәлелдеп берді. Соны істеп жүрсек, одан кейін жұмысқа баратын кезде автобуспен барасыз ба, бір-екі остановка ерте түсіп қалды, жаяу бара сал. Миыңның оттегімен демалып, қан айналым жақсарып, жұмысыңды тез бітіресің түске дейін. Біз ұйқыдан тұрамыз. Сонымен бірден асығып өсіп, ұйқы қанбаған, ауызға тыға саламыз, шашты бүйтіп парай саламыз да, машинаға отырып аламыз. Машинаға отырып аламыз да, сонымен пробкада бүйтіп барамыз, қалғып мүлгіп. Соны жұмысқа кіреміз де, разбитый болып жүреміз де, былайша айтқанда. Ал егер де сіз күнделікті осыны дағдыландырып, осы іс-шараны жасап жүрсеңіз, сіз ауыра қоймайсыз. Сіз өзіңіз сақтайсыз ба? Мен өзім сақтауға тырысамын соны. Азына тұрған кезде міндетті түрде денем созбалуға тырысамын, жаңағыдай суымды ішемін. Сосын жаңағы келіншегім таңғы асты дайындап қойды. Онда да тыңқиып жеп алмаймын. Жартысын ғана жеймін де шығып кетем болды. Жұмысқа барған кезде миым жақсы жұмыс істеп отырады. Өйткені көбінесе пациенттер азанғы кезде келеді. Енді мына жеке медицинада болған соң ол адамдар маған келетіндер денсаулығының проблемасы мындай клубочек болып қалған. Сол клубочекті разматывать үшін көп ойлану керек. Маған сол үшін ми керек. Сол миым жақсы жұмыс ету үшін көбінесе сөйтемін. Үй жағдайында жаңағыдай пиязды аяққа тарту керек, балды өкпеге тарту керек. Не болмаса анау бәріміз пандемия кезінде үйреніп алдық жаңағы неменен имбирменен балды лимонды араластырып варенье жасап қазір сөйтіп жейтін болдық. Солардың қаншалықты көмегі бар? Иттің майы ғой көбісі. Иттің майы, шошқаның майы. Иттің майда, шошқаның майда адамды құтқармайды. Көрші мемлекеттер бар, халықтар бар, сол иттің етінде майында жеп жүргендер шошқанда, бірақ өкіріп тұрып ауырып жатыр ғой. Солай емес па? Ол тамақ болып кіреді, тамақ болып шығады. Ол бірінші мәселе. Мына халық медицинасына келетін болсақ, біз енді қазақ болған соң, қазақ халқының өзінің медицинасы болды. Жоқ деп айтқан адам, ол надан адам. Генетиканы жеті атағаны ойлап шыққан халық, ол ешқашан ақымақ болмайды. Мына қарап отырсаңыз, қазір бізде желтоқсан айы ғой, күн аяздар соғып жатыр. Бізде қараша айы мына қара суықтың кезі. Енді мен өзім атам жылқышы болған соң былай істейтін біз ана қарашаның кезінде қара суықтар ең бірінші түскен кезде тай соятындығын, тайдың етіне ұн салмай сорпасын ішкізетіндігін қайнап тұрған жерінен. Қазының майын жұтқызып дегендей. Ішіңді айдап шығады. Естественно, дюбаш. Ішіңдегі паразиттерді тазала дейтіндігін. Ол ішің тазалап шыққан кезде сен флораң қайтадан саздап өтеді да, етің қызып тұрады. Тайдың етін жесең, мысалға суыққа денең беріле қоймайды. Сен иммундық жүйең қайтадан қалыптаса бастайды жақсы флорадан. Сені анау-мынау ауру ала қоймайды. Сосын тайдың етін тез жеп қояды ғой, азынан кейін ет асқан соң. Осы жаңа жылға таман осы сықырлаған аяз ұрған кезде екінші соғым сойылатындығын.
Оны білетін адамдар бар шығар. Ол кезде тай сойылмайды. Ол кезде бие сойылады, немесе бір айғыр сойылады. Оның еттің құнарлығы сіздің ішіңізді айдамайды, етіңізді қыздырмайды, бірақ сізге тоқшылық береді. Ана жеп аласың да 5-6 сағат бойы тоқ болып жүресің. Тайдың етін жесең 2 сағаттан қарның ашады ғой тағы. Иә. Көрдіңіз бе? Міне біздің халық соның бәрін ойлап шығарған. Ал енді қойдың майын жаққан кезде көп жағдайда оны ішкен емес, жаққан дұрыс. Бірақ қойдың майына толықтай шомылдыра берудің қажеті жоқ. Себебі мына қойдың майы, сіз денеңізді қарасаңыз, тесіктер бар, ол поралар. Біз ішкен затымызды нәжіспен шығарамыз, немесе зәрмен шығарамыз. Одан кейін біздің ағзамызда терморегуляция болады. Сол терморегуляция как раз осы біздің поралар арқылы шығып жатады, терлеу арқылы. Мына көп адамдар мысалға бір терлеп алсам, үлкен кісілер бір терлеп алсам бір жазылып қалатын ем дейді ғой. Көбісі терлей алмайды. Қойдың майын жаққан кезде мына жерге ауа кірмейді. Сол ана пора бітеліп қалды деп ойлайды да, ағза сигнал береді да, қан тамырлары жаңағы қан айналымын жақсарта бастайды сол жері қыздырып. Сонымен қан айналым микроциркуляция жақсарғаннан кейін ана майды шығарып салуға тырысады да, адам терлейді. Сөйтіп адам жазылады. Қан келмесе местный иммунный клеткалар келмейді. Онда пайдасы бар ғой онда. Иә, бірақ енді шомылып алудың қажеті жоқ. Сосын міндетті түрде қойдың майын жақтыңыз ба, терледіңіз ба, міндетті түрде суға түсу керек. Неге? Өйткені кейбір адамдар суға түспей жүре береді. Иісін аңғыратып қойып тұр, французский әперден деп. Ана суға түспесеңіз, ол тер шықты ғой. Тер ол лас. Ана қойдың майы бар, это питательный среда болады басқа бактерияларға. Тері ауруларын тудыруы мүмкін. Сол себептен қойдың майын керекті кезінде ана қолданып, одан кейін жуып тастап тұрған дұрыс. Ана бас ауырса да, аяқ сынса да, әйтеуір қойдың майы эффективно емдеген емес. Сөйтіп қолданып тұрса болады. Қарап отырсаңыз, мен айтып отқан емнің бәрі тамағы. Иә. Тамақ. Жақсы тамақ ішіп жүрсе, адамдар ауыра қоймайды ештеңеде. Сол. Ал енді мына ішімдікті қоятын сұрақтар да болатын шығар, 100 грамм ішсек бола ма дегендей. Арақ ішсең, алкоголь әсері бар. 50 миллилитрге дейін. Бірақ күнде ішіп жүре алмайсың ғой. Солай емес па? Күнде іше берсең алқаш боласың. Бауырың да бітеді, миың да бітеді, жүрегің да бітеді. Ауырып тұрған кезде, ол не үшін? Ол ішкен кезде сіздің шеткері тамырларды босатады. Шеткері тамырлары босаған кезде сол жерге қан келіп жақсарады да, сол егер шеттеп отырған инфекцияларды ағза өзі жеңіп кетеді. Болды. Ал егер де одан артық ішіп қоя беретін болсаңыз, кері әсер туады. Интоксикацияның өзі туғызып жібереді. Қайта иммунитетіңіз әлсіреп аласыз. Сол себептен бұл жерде дінімізде қарсы көп жағдайда іше алмайсың ба, ішпей ақ қой, одан қайта жаңағы сорпаңды ішіп, шайыңды ішіп жүрсең жақсы. Шай ішу керек көп. Арасында қойдың майын жағып. Иә, қойдың майын жағып. Рахмет, сізге көп рахмет, уақыт бөліп осындай. Мен ойлаймын, қызықты сұхбат болды деп ойлаймын, біздің көрерменге де өздеріне жаңағыдай қажетті ақпарат ала алды деген үміттеміз. Уақыт бөліп арнайы келгеніңіз үшін, сұхбат бергеніңіз үшін, түспелі сұхбат деймін. Біздің осындай YouTube арнамызды қолдау білдіргеніңіз үшін, өйткені медицина тақырыбында қазақ тілінде қазір контент аз, сондықтан мұндай контент көп болғаны жақсы, неғұрлым халық көбірек жан-жақтан алғаны жақсы. Айтып отқан осы бағдарламаның өзімде YouTube каналым бар. Сол каналға кірсеңіздер де біраз ақпарат іздесеңіздер болады. Қазақшалап түсіріп жатыр ол жақта да. Сол осы атым Абзал Молбасқам, немесе Абзал дәрігер десеңіз шығады. Сол жерден де сілтемесін қоямыз міндетті түрде. Жақсы, көп рахмет. Құрметті көрермен, біз осымен бүгінгі медициналық подкастты аяқтаймыз. Егер сіздерде қандай да бір сұрақтарыңыз болса, пікірлеріңіз болса, жаза отырыңыздар, бізге жазылыңыздар, қоңырау басыңыздар, лайк басыңыздар. Біз әлі талай қызықты осындай медицина тақырыбында хабарлар түсіріледі, клиникалар түсіретін боламыз, сұхбаттар жасайтын боламыз мықты мамандармен. Ал бүгін бізге сұхбат берген еліміздің білікті дәрігері, пульмонолог, фтизиатр, жоғары дәрежелі дәрігер, торакалды хирург Абзал Дүйсенбекұлы Малбасқанов. Сізге көп рахмет. Рахмет сізге. Рахмет. Аман есен болайық.